Бұл оқиғаға сену өте қиын. Әркім өзі шешеді. Себебі бұл болған үрейлі оқиға көбісіне ауыр тиеді. Бірақ сонда да сіздерге осы болған үрейлі жағдайды айтып берейін. Ол жылдары 4-ші курс студенті болып университетте оқып жүрдім. Тіпті аяқтап қалдым десем де болады. Солай оқып жүріп маған бір ой келді. Не үшін өзіме пәтер сатып алмасқа? Оның үстіне осы уақытқа дейін ата-анаммен бірге өмір сүру жеткілікті секілді көрінді. Енді өзім басқа пәтерге көшіп, үлкен өмірге қадам баса берейін деп ойладым. Ол кезде менің жинап жүрген ақшам да болатын, бірақ пәтер алу мақсатында емес. Жай жинай берейін, алдағы уақытта керек болып қалар деп жүрдім. Міне, сол ақшаларды пайдаланатын сәт те келген секілді. Сөйтіп пәтер іздеуге көштім. Пәтер туралы әлеуметтік желіде түрлі хабарламаларды көріп келе жатырмын. Бірақ ешқайсысы қызық болмады. Оның үстіне қымбат, әрі бөлмелер де кең емес. Содан не керек, іздестіруді жалғастыра бердім. Шамамен бір апта солай іздеп жүрген шығармын. Сол кездерде бір сатылып жатырған пәтер менің назарымды өзіне аударды. Үй іші кең, әрі 3 бөлмелі, ішінде құрал жабдықтары бәрі бар. Ең кереметі, бұл пәтер өте арзан екен, бірақ пәтердің минусы да болды. Нақты пәтер ішіне қатысты емес әрине, бірақ бұл пәтер жергілікті банк атына сатылып жатырған екен. Яғни бұл пәтердің нақты қожайыны жоқ, ал бұрынғы қожайыны қайда деген сұрақ туындайтын болар. Сөйтсе бұрынғы қожайыны ер адам. Ол пәтерді өз ақшасына сатып алмаған болып шықты. Жарты ақшасын төлеген, ал жарты ақшасын банкке ай сайын бөліп төлейтін болған. Бірақ бір күні ол қожайын ай сайынғы төлемін тоқтатыпты. Жай ғана төлемей қалған. Қоңырау шалсаң көтермейді. Жалпы айтқанда төлеп жүріп, бір күні еш себепсіз жай төлемей қалды. Сондықтан банк қызметкерлері шағымдану үшін үйіне барып есігін қағады. Бірақ ешкім ашпады. Бірақ есік тіпті құлттанып та тұрған жоқ екен. Сөйтіп банк қызметкерлері үй ішіне кірсе, ол адамды таппайды. Қоңырау шалсаң көтермейді. Сөйтсе ұялы телефоны үй ішінде жатыр. Бірақ үй иесінің өзі жоқ. Қайда? Оны жер жұтып кеткендей. Міне, содан кейін банк қайтадан пәтерді өздеріне алып алады және сатылымға қойды. Міне осылай осы пәтерге тап болдым. Бағасы да негізі тиімді, сондықтан сатып алайын деп шештім. Себебі бағасы маған өте тиімді болды. Осылай мен тіпті өзімнің қолымдағы ақшамнан да үнемдей алатын болдым. Осылай пәтерді сатып алдым. Үй ішіне заттарымды орналастырдым. Бәрі тамаша. Арада бір апта өтті. 15.09.25 жыл. Кешкі сағат 19:00. Мен болсам таң уақытында универде болып, ал түстен кешке дейін жұмыста болып келдім. Содан не керек, кешкі асымды ішіп алдым. Және теледидар көру мақсатында жайғасайын деп жатқан едім. Шкафтағы түрлі ыдыстар арасындағы бір нәрсені байқап қалдым. Ол не екен деп барып қасына барсам, дыбыспен дауысты жазатын диктофон екен. Артқы жағында 28 жазылған сан және Қалдыбай деп жазылған есім. 28 ол оның жасы болуы мүмкін. Ал мынау жалпы осы пәтердің бұрынғы қожайының есімі секілді. Мына диктофонда дәл соныкі әрине. Әрине, біреудің затын рұқсатсыз қарау бұл тәрбиесіздікке жатады. Бірақ маған өте қызық болды. Оның үстіне жұмыстан келіп, жалығып отырған едім. Осы пәтердің бұрынғы қожайыны мына диктофонға не жазуы мүмкін? Қане тыңдап көрейік. 9-шы күн, 08-ші ай, 25-ші жыл. Бұл пәтер негізі 2-ші қыркүйекте банк атынан сатылымға шықты. Қызық, сонда қыркүйек айына дейін ол адаммен не болуы мүмкін? Соншама жоғалып кететіндей. Өмірімде болып жатқан жағдайлардың бәрін диктофонға жазамын деп ешқашан ойлап көрмеппін. Қыздар айналысатын нәрсе деп ойладым. Бірақ бұл өмірде жалғыз болғандықтан, ешкімге сырыңды ашып айта алмағандықтан тура келеді екен. Осылай ішкі эмоциямды шығарамын, басқа амал жоқ. Бәрі анау жынды кемпірдің кесірі. Ол кемпір болмағанда тіпті бұлай жазып отырмасты едім. Қысқасы мен ауылда жалғыз өзім өмір сүрдім. Ата-анаммен не болғанын айтпай-ақ та қояйын. Жасым болса 28-ге келіп қалғандықтан, бір өзім ауылда қалғым келмеді. Сондықтан қалаға көшуге шешім қабылдадым. Ауылдағы үйді саттым және қаладан пәтер іздестіре бастадым. Осылай осы пәтерге тап болдым. Негізі керемет пәтер, маған ұнайды. Іші кең, 3 бөлмелі, бәрі керемет. Бірақ бұл пәтердің қожайыны кемпір. Бір түрлі кемпірден сатып алған едім. Осы пәтерді бар ғой. Қысқасы былай болды.
Негізі басында осы кемпір маған жақсы адам секілді көрінді. Бірақ пәтерді сатып алған бойда, дәл сол күні кешке ол кемпір үйіме келіп тұр. Жымиып маған қарап, бірге шай ішейік деді. Әрине, басында үйіме кіргізіп, бірге шай іштік, әңгіме айттық деген сияқты. Бір жағынан осы пәтерді ол қимай жүрген болар деп ойладым. Бірақ ол кемпір ертесі күні тағы келді. Тағы екеуміз шай іштік. Осылай бірнеше күн жалғасып, ол қайта-қайта менің үйіме келе берді. Сөйтсе ол кемпірдің жоғарғы қабатта тағы бір үйі бар екен. Оның үстіне жалғыз өзі өмір сүреді. Тұрмысқа ешқашан шықпаған. Не баласы, не немересі, не бауырлар ешкім жоқ. Ал көршілер болса, онымен араласуды тоқтатыпты. Осылай ол тек менің үйіме келе беретін әдет шығарып алды. Басында тек есікті қағып кіретін, бірақ бір күні мен жұмыстан келсем, есік ашық тұр. Үй ішіне кірсем, әлгі кемпір шай ішіп отыр. Ол қалай кіріп кетті десем, мен есік құлпын ауыстырмаған екенмін. Сондықтан бұрынғы кілтімен кіріп алған екен. Не болса да ол рұқсатсыз біреудің үйіне кіріп кетті. Бұл дұрыс емес, және менің ашуыма бұл қатты тиді. Сондықтан барып, ол кемпірге қатты әрі ашу ыза ойларымның бәрін айтып тастадым. Кемпір болса мені ашуланған бет әлпетімен мұқият тыңдап, қарғыс атсын сені, деп ызаланып кетіп қалды. Үф, жақсы болды. Енді жоламайтын болар ол. Қой таста 2 күн өтті. Бәрі жақсы болған еді, ол маған жоламай қалды. Тіпті көзіме көрінбеді. Бірақ 2 күн өткеннен кейін түнде ұйықтап жатып, үрейлі жағдай есіктің ар жағында орын алатын болды. Түнімен ол кемпір маған ұйқы бермейді. Есікті қағып мазаны алады. Жындыханадан адамдар шақыра берем-ау деймін, шеттен шығып кетті анау. Жақсы, қысқасы не болып жатқанын осы диктофонға жазып отырамын. Шаршадым. Арада 3 күн өтсе де, ол мені тез шаршатып жіберді. Осы 3 күнде ол есікті түнгі 12-ден бастап таңғы 4-ке дейін тоқтаусыз қағып тұрды. Және есігіме біртүрлі жазулар жазып кетеді. Менімен ол ритуал жасап жатқандай. Ал бүгін мүлдем қатты шеттен шықты. Таң атысымен жұмысқа бара жатсам, көгершіннің кесілген басы есігімнің алдында жатыр. Бұл кемпірдің ісі әрине, басқа кім болсын. Есігімдегі жазулар болса дым түсініксіз және мүйізі ұзын, бір орында адам секілді тұрып тұрған бір ешкінің суретін салған. Өте қорқынышты көрініс. Сондықтан тәртіп сақшы қызметкерін шақырдым және барлық жағдайды түсіндірдім. Бірақ тәртіп сақшы кемпірді жақтап шыға келді. Бәрі өзіңнен екен ғой, оған дөрекі сөз айтпау керек еді. Енді сен одан кешірім сұра. Үйіне бар, оған сыйлық бер, бәрі өзіңе байланысты ғой бауырым. Міне, дәл осылай айтты. Сондықтан бүгін кешке кемпірдің үйіне барып, кешірім сұрайтын болдым. Мүмкін арамыз жақсарып, ол мені кешірер. Қысқасы, қазір мен дүкенге барып, торт алып келемін. Және кеш болған сәтте үйіне барып, кешірім сұраймын. Не болатын көре жатармын. Диктофонға жазамын тағы да. Жақсы. Бірақ осымен жазбалар бітті. Басқа жазылған жазбалар жоқ. Дыбыстама жазбалары бітіп қалды осылай. Сонда бұл дегеніміз, ол кемпірдің үйіне барып, қайта кері үйіне оралмаған ба? Сонда ол диктофон осы шкафқа қойып кеткен. Содан кейін оралмаған, арада 15 күнге жуық уақыт өтті. Ол қайда? Кемпір онымен не істеді? Деп осылай ойланып отырсам, есікті осы кезде біреу қатты қаға бастады. Барып қарасам, жымиып тұрған бір кемпірді көрдім. Қалай ойлайсыздар? Басты кейіпкермен не орын алуы мүмкін? Және осы оқиғаның жалғасы шықсын ба? Пікірге өз ойыңызды жазып кетіңіз, және де арнаға жазылыңыз, лайк басыңыз, және де осы өзіңіздің оқиғаңыз болса, жаңағы үрейлі оқиғалар болатын болса, жазып кетіңіз. Ал жақсы.